42.500 теңгені енді студенттер де ала алады. Алайда қаржылай қолдауға барлығының бірдей құқығы жоқ. Жалпы осы әлеуметтік төлемді алу үшін қазақстандықтар түрлі айлаға барып жатыр екен. Бірі қайтыс болғандардың құжатын пайдаланса, бірі елден көшіп кеткендердің атынан әлеуметтік төлемді алмақшы болған. Жалған өтініш берді деп налыған еңбек министрі бұл жолғы брифингте халықтан кешірім сұрады. Біржан Нұрымбетовтың кешірім сұрауына не түрткі болды? Оны тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы айтып берсін. Қазақстандықтардың бас ауруына айналған 42.500 теңгенің жыры әлі таусылар емес. Әлеуметтік төлемді береміз дегеннен бері міне 3 аптадан асты. Бірақ үкіметтің жүйені бір ретке келтірер түрі жоқ. Керісінше күннен күнге олқылықтары көбейіп барады. Тіпті бүгін еңбек министрінің өзі кемшіліктерді мойындап кешірім сұрады. Неге кешігіп жатыр төлемдер? Мен бір апта бұрын бергем, мен 4-5 күн өтіп кетті деп. Бұл жерде мен сіздердің алдарыңызда тағы да министр ретінде кешірім сұрайын. Біз осы күндері кішкене үлгермедік. Оның себебі бар. Біріншіден, біз өзімізге 3 күнді белгіледік. Бізге кішкене көбірек күн керек еді, бірақ сол 3 күнді белгілеп, өзімізде бір кішкене тарттық. Миллиондаған адамның өтінішін жерге тастамауға тырысып жүрген министр мырза кеткен қателіктердің себебін де тізіп берді. Сөйтсек әлеуметтік төлемнің кешіктірілуіне қаражаттың уақытылы бөлінбеуі түрткі болған, және бұқара өздері туралы жалған мәліметтер беріп, өтініштерді 2-3 қайтара жіберген. Министрліктегілер әбден шатасыпты. 3.700.000 адам өтініш берді. Бірақ өтініштердің саны 5 миллионға жақындап қалды. Соны біз былай тексеріп кеткен кезде біраз кісілер өздерінің жеке сәйкестендіру нөмірлерін дұрыс көрсетпей жатыр. Иін дейміз. Ол дұрыс көрсетпесе, ондай адам жоқ деген сөз. Сондықтан бұл қате бергендер, бұны біз қайтаруға мәжбүрміз, оны тексеріп алуымыз керек. 42.500 теңге негізінен 9 санат бойынша беріледі. Өткен аптада ғана бала күтіммен отырған аналарды қосқан министрлік бүгін студенттерді қатарға енгізді. Әлеуметтік төлемді алудың бірағы тағы бар. Егер ресми істесеңіз, жұмыс берушіңіз береді. Ресми жеке кәсіпкер болсаңыз, өзіңіз бересіз, бұрын төтенше жағдайға дейін әлеуметтік төлем төленсе. Ал енді ақша тауып жүріп, содан айырылып қалдым десеңіздер, айтқандай өзіңіз соны мойындаңыз. Өтініш жазған кезде сол жерде белгіні қоясыз. Оның алдына бір күн бұрын бірыңғай жиынтық төлемді, ЕСП-ні төлесеңіз, сол студенттерді аласыздар. Қазіргі таңда 42.500 теңге қолына тиген 1.700.000 адам бар. Сол үшін атқарушы билік міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан 75 миллиард 600 миллион теңге алды. Бір қызығы, қаржылай қолдауға ие болғандарды сәуір айының соңына дейін созылған төтенше жағдайдың қалған 15 күніне төленетін ақы сомасы алаңдатады екен. Министрдің сөзінше, қанша күн болсын, бәрібір 42.500 теңге толықтай төленеді. Жалпы шенеуніктердің әнемне дегеніне еті үйренген халық 42.500 теңгені алу үшін өтінімді төтенше жағдай аяқталғанша дейін бере алатынын еске сала кетейін. Гүлбағда Қайратқызы, Асылхан Саменбетов, КТК.